Мемлекет басшысы жыл сайынғы жолдауында орта және шағын бизнесті дамытуға баса мән беріп келеді. Ел экономикасын дамытуда өзіндік үлесі бар бизнес өкілдеріне барынша жағдай жасалып, мемлекеттік бағдарламалар арқылы демеу көрсетілуде. Осы орайда облыстық кәсіпкерлер палатасы өз бизнесін ашып, жұмыс жасаймын деген азаматтарға сапалы қызмет түрлерін көрсетіп келеді. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Шағын және орта бизнес әр мемлекеттің экономикасын өзгермелі нарық жағдайына бейімдеуде маңызды әлеуметтік экономикалық роль атқарады. Сондықтан да қазіргі таңда кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсету жан-жақты жүзеге асырылуда. Кәсіпкерлер тегін оқуларға қатысып білімін жетілдіре алады. Төмен пайызбен несиелер ала алады. Бизнес тренингтерге қатысып, шетелдік тәжірибе алмасулардан өте алады. Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері кәсіпкерлерге маркетинг, заңгерлік, ақпараттық технологиялар, мемлекеттік сатып алу, менеджмент, бухгалтерлік және салықтық есеп, сондай-ақ бизнес жоспары әзірлеу сынды қызмет түрлерін көрсетеді. Мен маркетинг бойынша кеңесшімін. Яғни бізге келген кәсіпкерлер болсын, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер болсын, сол кісілерге яғни маркетинг бойынша кеңес беремін. Яғни ол деп отқанымыз, в основном маған көбінесе маған яғни бизнес жоспар дайындауға сұрақтармен келеді. Яғни әртүрлі бизнес жоспарлар дайындап береміз. Яғни келген клиенттің сұраныстары бойынша жазып береміз. Жұмыс жасағалы бері осы 30 шақты яғни бизнес жоспарлар жасадым. Қазіргі таңда яғни соның 10-ға жуығы яғни қаржыландырып, қазіргі таңда жұмыстарын жасап жатыр. Менің қызметім мынау келген кәсіпкерлерге жалпы қолдау көрсету, яғни ол кеден заңнамалары бойынша қандай да өзгерістер болып жатыр, қандай да талаптары болып жатыр. Қазір білесіздер, кеден одағы болып, кеден одағында 4-ші ел қосылып жатыр, ол Қырғызстан елі. Соған байланысты мынау мемлекеттік кірістер департаментімен меморандумға отырылған. Біздің осы Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы. Солармен бірге бірлескен түрде ақпарат алмасып, келген кәсіпкерлерге қолдау көрсетеміз. Жалпы кәсіпкерлерге қандай да өзгеріс болып жатқан, қандай да толықтырулар болып жатқан көргісі келсе, ол мынау e-customs KZ деген интернет ресурстар бар, Т-союз интернет ресурстары бар. Сол жақтан көре алады. Сонымен қатар жеке бизнес ашуға бет бұрған кәсіпкерлер мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдалану жөнінен кәсіпкерлер палатасының кәсіби мамандарынан кеңес алуына толық мүмкіндік жасалған. Қазіргі уақыттың талабы бойынша нарыққа шығатын тауарлардың, қызметтердің барлығы меніңше сапалы болу керек. Ал ең негізгі көрсеткіші бұл сапалы басқару. Ал сапалы басқарудан шыққан өнімде, қызметте сәйкесінше сапалы болып шығады. Сонымен қатар тендерге қатысқан кезде де көрсетілетін қызметтер мен тауарларға қойылатын талаптардың бірі бұл сапа жүйелерінің енгізгендігі туралы сертификаттардың болуы, бұған арнайы балл беріледі. Ал сертификаттаудың өзін санамағанда, есептемегенде, менеджмент жүйелерін енгізудің өзі бұл кәсіпкердің қалтасына үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан да біздің палатаға келгенде осы менеджмент жүйелерін енгізу бойынша барлық рәсімдерді кәсіпкерлер, яғни ақысыз, қайтарымсыз негізде алуға үлкен мүмкіндік алады. Қызылордалық кәсіпкер Мәрзия Тәуірбаева өз кәсібін кеңейту үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалануды ұйғарады. Осылайша облыстық кәсіпкерлер палатасынан кеңес алып бизнес жоспарын жасайды. Бүгінде 12 миллион теңге несие алуға қолы жеткен кәсіп иесінің палата қызметкерлеріне алғысы шексіз. Мен маусым айында кәсіпкерлер палатасына өзімнің мал шаруашылығын дамыту мақсатында несие алуға үміткер ретінде тіркеліп, сол бизнес кеңесші оқуын 2 күндік оқуды оқып сертификатымды алдым. Сол кәсіпкерлер палатасының
кеңесшілердің арқасында бизнес жоспарымды жасадым. Сол бизнес жоспарының арқасында қазір Халық банкінен несие алудың үміткерлердің бірімін. Жеке кәсіпкерлерді қолдап отырған кәсіпкерлер палатасына көп рахмет. Кәсіпкерлер палатасы қашанда кәсіпкерлер құқығын қорғауды бірінші орынға қояды. Өткен жылы Қызылордалық Геомап серіктестігі кәсіпкерлер палатасына кәсіби әскерилендірілген апаттық құтқару қызметі мекемесі Қызылорда филиалының мемлекеттік сатып алуға қатысты заңсыздықтарға жол бергендігін айтып, құқығын қорғауды сұраған болатын. Кәсіпкерлер палатасының сарапшылары мәселені зерттей келе мынадай жайтты анықтады. Геомап жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне орын алған. Бұл жерде кәсіби әскерилендірілген апаттық құтқару қызметі шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік мекемесі сол мекемеге офисіне су жүргізуге байланысты конкурс өткізеді, проект жобалық сметалық құжаттарды жасап беруге. Жобалық сметалық құжаттар жасауға негізінде құрылыс нормаларының және ережелеріне сәйкес жобалық сметалық құжаттар дайындау үшін жергілікті атқарушы органның рұқсат беру жөніндегі шешімі болуға тиіс болатын. Дегенмен тапсырыс беруші осы жергілікті атқарушы органның шешімін табыс етпей, жұмысты бастауға мәжбүр еткен. Соның негізінде Геомап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз мерзімінде аяқталмаған. Соның негізінде тапсырыс беруші Геомап жауапкершілігі шектеулі серіктестігін келісімшартты тиісті дәрежеде орындамады деген негізбен сотқа талап арыз берген. Жозықсыз мемлекеттік сатып алудың жозықсыз қатысушы ретінде деп тану туралы. Дегенмен де біз бұны да сотқа талап арызбен қарсы пікір білдіріп, келтірілген талаппен келіспей, сотта өз дәлелін тапты. Біздің уәждеріміз соның негізінде бұл Геомап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазіргі таңда өз қызметін тиісті дәрежеде атқаруда. Кәсіпкерлер бірқатар маңызды мәселелерді қамтитын бірыңғай құжатқа қол жеткізді. Елбасы бұл құжат кәсіпкерліктің конституциясы болады деген болатын. Аталған кодекстің кәсіпкерлер үшін, еліміз үшін маңызды қаншалықты. Жаңа кодекстің қабылдануы қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Бұл туралы облыстық кәсіпкерлер палатасы сарапшысы айтатын болады. Жалпы бұл кодекстің ерекшелігі, бұл кодексте кәсіпкерлік қызметіне еркіндік беретін әлеуметтік, құқықтық және экономикалық жағдайлардың барлығы белгіленген. Сонымен қатар бұл кодекстің жасаудың басты идеясының бірі ол мемлекет пен кәсіпкерлік субъектілер арасындағы өзара қарым-қатынасты белгілейтін заңнамаларды одан әрі дамыту және жетілдіру. Яғни бір сөзбен айтқанда, кәсіпкерлік субъектілер мен мемлекет арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін құжат. Енді бұл құжат жалпы 11-ден аса заңдардың жиынтығынан құралған, 8 тараудан 8 бөлімнен 34 тараудан және 465 баптан тұрады. Сонымен қатар осы заңның кодекстің күшіне енуіне байланысты 6 заң өз күшін жоғалтып, осы кодексте біріктіріліп көрсетті. Енді кодекстің жалпы басым ерекшеліктеріне бөліп кететін болсам, жоғарыда айтып кеткендей, мемлекет пен кәсіпкерлік субъектілер арасындағы өзара қарым-қатынастың жаңа принциптері белгіленген. Бизнес бағдар хабары табыс формуласы айдарымен толықты. Бұл жерде біз белгілі кәсіпкерлердің табысқа жету жолдарымен танысамыз. Облыс аймағында 20 жылдан аса уақыт табысты жұмыс істеп келе жатқан компаниялардың бірі Key Group Ltd. Бұл күнде серіктестік кәсібін түрлі бағытта өрістетіп отыр. Сонымен қатар 300 адамды тұрақты жұмыспен қамтуда. Осындай игі істің басында қажымай еңбек етіп келе жатқан кәсіпкер Қайрат Боранбаев бизнесте жетістікке жетудің құпияларымен бөлісті. Кезек табыс формуласы айдарында. Қайрат Жомартұлы, еліміз тәуелсіздік алғалы бері осы кәсіппен айналысып келесіз. Қазіргі таңда дамыған өзіңіздің жеке бизнесіңіз бар. Осы жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз. Компанияның есімі Key Group Limited, толық есімі. Енді Key Group компаниясына бұл группа компания дейміз, 14 компания кіреді жалпы. Оның ішінде мейрамханалар бар, оның ішінде жаңағыдай гостиничный бизнес дейміз, орысшасы. Оның ішінде жаңағыдай логистикалық компаниялар да кіреді. Оның ішіне ауыл шаруашылық, фермерлік шаруашылықтар кіреді. Туризм направлениясында де қызмет көрсетіп жатырмыз.
Одан кейін мынау мұнайшыларға қызмет көрсетіп жатырмыз. Транспорттық компаниялар бар ішінде. Сондықтан жан-жақты осындай бизнестің барлық саласында жұмыс істеп жатқан компаниялар осы Кей-Групп компаниясын құрады. Енді жалпы бұл компания нарықта жұмыс істеп жатқанына 20 жылдай болып қалды. Біздің тәуелсіздігімізбен қатар жүріп келе жатыр. Бұл жалпы мен ойлаймын, бұл жалпы біздің Қызылорда емес, республикадағы кәсіпкерлердің барлығы осы біздің егемендіктің жаңа ең үлкен бізге кәсіпкерлерге жаңағыдай жасаған несі деп ойлаймын, жаңағыдай жетістігіміз. Үлкен осындай бизнеске жол ашып берді. Оны әрқашанда біздің есімізде. Енді 20 жылдың ішінде біраз тәжірибе, біраз неден қиындықтар да болды, жетістіктер де болып жатыр. Үлкен осындай дағдарыстар да болды, 2008-дегі дағдарыстар болды, 90 жылдағы дағдарыстар болды. Енді әрине ол әр дағдарыстың причина следствиесі әртүрлі бөлек, бірақ енді осы коллективтің арқасында мынау жігіттердің жұмысқа деген, іске деген несімен ауызбіршіліктің арқасында оған жергілікті біздің билікте әрқашанда қол ұшын созып, өйткені билік бір жақта, кәсіпкер бір жақта болса ешқандай тіршілік болмайды. Әр тіршіліктің нәтижесі, жақсы нәтижесі ол бірге осы жұмыс істегеннің арқасында деп ойлаймын мен. Осы бизнесте жетістікке қалай жеттіңіз? Жалпы осы кәсібіңізді қалай бастадыңыз, сол жөнінде айтып берсеңіз. Ең бірінші біздің мекеменің аты сол кездегі, енді орысшасын айтайын, научно-производственная фирма деген болған. Ғылыммен де айналысқымыз келді. Жаңағы производство дейміз ғой, өндіріспен де айналысқымыз келді. Сонымен сондай үш жігіт қосылып осындай бір компания құрғанбыз. Ол кездегі енді ғылыми жағын шамалы алып жүре алмай қалдық. Оған білімімізде шамалы аздау болды. Оған біздің мекемелерде онша дайын емес. Біздің мынау дипломный жұмысымыз бар. Қазір барлығы білет акционерный компания дегенді, мысалы, акционерлік қоғам дегендерді. Бірақ 90 жылдары акционерлік қоғам дегенді әлі мынау халықта естімеген, мекемелердің басшылары да ол кезде барлығы біле бермейтін тұғын. Сол кезде біздің ойымыз осы мекемелерді акционерлік неге көшіреміз деген оймен осы жұмысты бастағанбыз. Бірақ өкінішке орай ол кезде енді өзімізде біліміміз шамалы жеткіліксіз болды ма, қоғамда шамалы оған әлі дайын емес болды ма, сонымен ол жұмысымыз онша жүрмеді. Ал мынау өндіріс жағымыз, біз мебель шығарудан бастадық. Әртүрлі жиһаздар шығардық. Өкінішке орай ол кезде де 90 жылдағы білесіздер, инфляция, гиперинфляция деген болды. Өйткені біз материалды алып, жиһазды шығарып, о жиһазды өткіземіз дегенше, дәл сол ақшаға анау келесі материалдарымызды аламай қаламыз. Өйткені қымбаттап кетіп тұрды. Сондықтан ол өндірісте тоқтады. Одан кейін енді саудамен айналыстық шамалы. Саудамен айналысып шамалы капитал жинағаннан кейін уже қайтадан өндіріске көштік. Үлкен компанияларға сервистік қызмет көрсетуден бастадық. Енді мейрамханалар салдық. Одан кейін жаңағыдай осындай қонақ үй бизнесіне көштік. Енді басқа қалаларда шамалы бизнес бар, бірақ біздің основной жалпы мынау несі, костягы осы өзіміздің Қызылорда қаласында жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы бизнес жасағаннан кейін, мысалы, қолыңызға қомақты қаражат түседі. Осы қолыңызға қомақты қаражат түскен кезде көңіл күйіңіз қандай болды? Әрине, ең бірінші үлкен ақша ұстағанда емес, бірінші кредитке қол жеткізген кезде қорқыныш болды. Бұл ақшаны қайтара аламыз ба, қайтара алмаймыз ба, ол үлкен риск, жауапкершілік.
Әкемізде сөйлеген кезде шамалы, ай мына қалай жеп қорықпай мына ақшаны банктен алып жатсың. Біз 50 жыл жұмыс істеп бұндай ақшаны қолымызға ұстап көрмеп едік. Бұл қалай деп, банк қалай берді саған деп. Ол кезде шамалы қорқыныш болды. Сондай кредиттерді алып жұмыс істеу. Енді 20 жыл болды сол кредиттермен жұмыс істеп келе жатырмыз біз. Енді осы қалада мен 20 шақты компаниялар білемін, осы банктермен жұмыс істейтін. Жаңағы орысша айтқанда репутациясы дейді ғой. Өте репутациясы жоғары, өйткені просрочкасы жоқ, ешқандай жаңағы кредит, қарыз ғой енді. Кредит деген қарызды алып уақытылы қайтару, ол әр кәсіпкердің қолынан келе бермейді. Өйткені қарызды уақытылы қайтару деген сөз, ол қарызды алар кезде нақты есеп болу керек. Мен осыны қалай қайтарамын, ал мынау жұмысым алға баспай қалғанда не жасаймын? Ол жұмысын баспай қалғанда не жасаймын? Мынау 7 рет өлшеп 1 рет піш дейді ма? Сондай бір сөз бар ғой. Ал бірінші табыс болған кезде, мен қазір есіме алайын, где-то бір 7-8 қызметкер болдық біз. 7-8 жігіт қыздар болып жұмысты бастадық. Сол кезде маған сұрақ қойды, біздің айлығымыз қанша болады деп. Мен сол кезде есімде, біздің айлығымыз енді қанша табамыз, табысымызға қарай айлық болады. 1 ай жұмыс істедік, 1 айдан кейін табысымызды қарасақ, жаңа 8 адамға бөлгенде барлығымызға 15 мыңнан тиді. Бірдей. Сонда мен басшымын, менеджерлеріміз бар, және жаңағы техработник бар. Сонда басшының айлығы мен техработниктің айлығы бірдей, менеджерлердің айлығы да бірдей, бәрімізге бірдей соны бөліп бердік. Сол жұмыстың арқасында келесі айда әрине уже айлық уже 40 мыңнан асты, одан кейін одан да сөйтіп ары жұмысты бастап кеттік. Қиын замандарда да болды, ол кезде де халықты, өзіңнің қызметкерлеріңді жинап, міне осындай жағдай болып жатыр. Мынау компания мынандай айлықты төлей алмайды. Не жасаймыз? Я қысқартамыз ба біреуді? Я айлықты қысқартамыз ба? Деп ортаға салып, барлық несімен жаңағыдай кімді қысқартамыз, ешқайсымызды қысқартпай қояйық, онда бәріміз ақылдасып айлығымызды түсірейік деп сондай неге келгенбіз. Ол дағдарыстар өткеннен кейін әрине айлық қайтадан көтерілді, жақсы жұмыс жасадық. Кейбір бизнесте мысалы қолына көп ақша түскен кісілердің жалпы өмірге көзқарасы, жалпы өздерінің мінез құлықтары, ұстанымдары өзгеріп жатады. Ал сіз өзіңіздің өміріңізде қандай өзгеріс болды? Жалпы ұстанымыңызды өзгерттіңіз бе? Бірінші мамандығым финансист, сондықтан мен қаражатқа өзім мынау инструментке қалай қарайды, мен де қаражатқа дәл солай қараймын. Мысалы, жақсы хирург, жақсы инструменттер болмаса операция жасалмайды. Жақсы мұғалім, бір методический кітаптары болмаса, библиотекасы болмаса, жақсы мұғалім тағы да сабақ бере алмайды. Дәл сондай кәсіпкерде егер қаражаты болмаса, қаражатсыз ол ары қарай жұмыс істеу өте қиын. Сондықтан мен қаражатқа жалпы мынау неге ақша дегенге, қаражат дегенге мен инструментке еңбек құралым деп солай қараймын соған. Осы бизнесті енді бастайым деп жатқан азаматтарға қандай ақыл айтар едіңіз? Енді әрине кәсіпті бастау үшін білім керек, оқу керек. Екіншіден кәсіпкерлік деген әр білімі бар адамның қолында келе бермейді. Мынау шамалы жилка дейді ғой, орысша айтқанда бір несі болу керек кәсіпкерлікке деген. Екіншіден кәсіпкердің білімі жан-жақты болу керек. Ол есеп-қисаптыра білу керек. Мынау юриспруденцияны білу керек. Администрирование дейді, оны да білу керек. Жаңағы өйткені кәсіп жасаған кезде неше түрлі нормативтік актар болады. Заңдар болады. Оның барлығын білмесе, ертең өзіне көп қиыншылық туады. Сондықтан соның барлығы ең болмаса базасын білу керек. Біріншіден білім дегеніміз сол. Екіншіден
кәсіп деген ол мысалы қонақ үйін ашуда кәсіп, ресторан бір кафе ашқанда кәсіп, ол бір кішкентай бір нан шығаруда, наубайханада ол да кәсіп. Тіршіліктің барлығы кәсіп. Сондықтан мақсаты болу керек. Мен не жасаймын, не істеймін, не өндірем, не шығарам, оны шығарғаннан кейін оған шығару үшін қандай заттар керек маған, оның бағасы қай жерде арзандау, қай жерден алсам менің шығарған затым арзан болады. Ең үлкен мәселе, бұны мен кімге тұтынамын, ертең менің затымды кім алады. Осының барлығын есептеп болғаннан кейін, қағаз жүзінде жасап болғаннан кейін, оған уже қаржы керек. Тағы бір қосатын жағдай, жаңағы кәсіпті бастағысы келген азаматтар, азаматшалар, осы тәжірибесі бар кәсіпкерлердің жанында жұмыс істесе шамалы, 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, сол жерде шамалы тәжірибе алып, ары қарай уже еншісін алып, өзінің кәсібін бастауға болады деп ойлаймын. Сол кезде шамалы нәтиже шыға ма деймін да. Өйткені өмірдегі кездесетін қиыншылықтар, сұрақтар болады. Оны қиыншылық деп айта алмайды, бірақ көп мәселелер туады кәсіпкерлердің алдында. Сол мәселелерді оң шешімін табу үшін именно жаңағыдай в той или иной ситуации дұрыс шешімді қабылдау үшін мен ойлаймын, сол кәсіпкерлердің қасында шамалы жұмыс істеп тәжірибе алса, ол едәуір болашақ бизнесіне көмек көрсете ме деген ойым болатын еді. Бізге уақыт бөліп, бізбен әңгіме сұхбат құрғаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Кәсібіңізге береке тілейміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлт жоспарының 54-ші қадамына сәйкес үстіміздегі жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексі қабылданып, бизнес-омбудсмен институты, яғни Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөнінде уәкіл енгізілді. 54-ші қадам. Кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау үшін бизнес-омбудсмен институтын нығайту. Жаңа институттың құрамына бизнестің және ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Қазақстан президенттің өкімімен 4 жыл мерзімге лауазымға тағайындалады және тек президентке есеп береді. Осы кодексте Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі өкіл, яғни бизнес-омбудсмен институты енгізілді. Бизнес-омбудсмен ол президенттің жарлығымен 4 жылға сайланатын тұлға және тек қана президентке есеп береді. Жалпы оның басты функцияларына ол кәсіпкер субъектілерінің өтініштерін қарайды және де мемлекеттік органдар тарапынан кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда оны қалпына келтіру жөнінде ұсыныс береді. Және жауапты лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс береді. Прокуратура органдарына ұсыныс береді және де кәсіпкерлік қызметінде қалыптасқан, жүйелі түрде қалыптасқан мәселелерді президенттің қарауына ұсынады. Яғни бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік органдар тарапынан кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты қандай да бір шешіміне келіспеген жағдайда прокуратура органдарына ұсыныс білдіреді және жергілікті жерлерде, яғни мемлекеттік органдар тарапынан шешімін таппаған мәселелерді президенттің қарауына жолдайды. Сонымен қатар, егер бизнес-омбудсменнің пікірінше қазіргі таңда қабылданып жатқан кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын норматив құқықтық актілер бизнес-омбудсменнің пікірінше бір кәсіпкерлердің құқықтарын шектейтін болса, немесе бизнес ахуалды төмендететін болса, бұндай норматив құқықтық актілерді тоқтату құқығы берілген. Бұл бизнес-омбудсменді қазір тағайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәсіпкерлердің шағымдары ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы, барлық аймақтарды кәсіпкерлер палаталары арқылы қамти отырып сүзгіден өтетін болады. Осылайша бизнес-омбудсмен институтын дамыту кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жұмысын сапалы жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.